Сәлем балақай, бүгін біз 32-ші беттегі 55-ші жаттығуды орындаймыз. Бүгін бізде шығармашылық үзіліс. Жаттығудың берілгенмен танысып алайық. Жоспар мен суреттердің көмегімен жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал. Балақай, бізге жоспар және суретке қарай отырып, жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында әңгіме өрбітуіміз қажет екен. Ендеше, ең алдымен берілген суреттерге назар салып қарайық. Бірінші суретте ненің суреті бейнеленген? Дұрыс айтасың. Бұл бізде жабылған қияр, банкінің ішіндегі қияр. Екінші сурет. Ағаш басындағы ұя және ұяның ішінде бірнеше жұмыртқа бар екен. Келесі сурет. Дұрыс айтасың. Бұл бізде балапан ойыншық. Келесі суретте не нәрсенің бейнесі? Ұзын биік ағаштың суреті тұр. Балақай, біздің суретіміздің астында тағы бір тапсырма бар екен. Оны да қосып оқып шығайық. Жоспарды толықтыр. Балақай, көріп тұрғанымыздай бізге алғашқы жоспарды беріп қойған екен. Әрі қарай өзіміз жалғастыруымыз керек. Ендеше біз жоспар құрып алайық. Одан кейін барып, осы жоспарды негізге ала отырып, әңгіме өрбітетін боламыз. Ендеше дәптерімізге дайын тұрған алғашқы жоспарымызды жазып алайық. Балақай, жоспарымыздың келесі бөлігін адамдардың тигізетін ықпалы деп алайық. Ал соңғы бөлігін жанды табиғатты қорғаудың маңызы деп алайық. Келісесің бе? Ендеше жазып алайық. Жоспарымызды құрып болдық. Енді осы жоспар негізінде әңгімемізді өрбітейік. Жалпы жанды табиғатқа нені жатқызамыз? Дұрыс айтасың, жанды табиғат ол тіршілік иелері. Яғни адамдар, жан-жануарлар, құстар, өсімдіктер барлығы жанды табиғат болып табылады. Олар өседі, өнеді, қоректенеді, көбейеді және өледі. Осы жерде балақай, жанды табиғаттың өлу себептеріне тоқталып өтейікші. Оған біз бірнеше мысалдарды, бірнеше факторларды айтсақ болады екен. Ең алғашқысы ол өлуі, яғни ол табиғи құбылыс. Адамдар да, жан-жануарлар да белгілі бір уақытқа ғана өмір сүреді. Әрі қарай олар қартайып, жасы келгеннен кейін барып өмірін тоқтатады. Ал бұлайша адамдардың жасаған іс-әрекеттерінен немесе табиғи апаттардан біз жанды табиғаттан айырылып қалып жатамыз. Күн салқындаған кезде гүл солып өледі, немесе су жоқ болып қалған жағдайда біздің ағашымыз қурап өліп қалады. Тіпті сусыз адамдар да, жан-жануарлар да өмір сүре алмайды. Немесе орман өртенген жағдайда бұл кезде барлық өсімдіктерге, жан-жануарларға қауіп төнеді. Ал адамдардың қолынан жасалатын қауіп-қатерлер дегеніміз, мысалға суретте көріп тұрғанымыздай, ең бірінші суретте қиярдың суреті берілген. Қияр өсіп тұрған кезде ол жанды табиғатқа жататын өсімдік болып табылады. Ал адамдар оны өзіне азық қылу мақсатында жұлып, банкінің ішіне банкі жапқан. Яғни ол жерде жансыз табиғатқа айналған. Ал келесі суретте біз ұя ішіндегі жұмыртқаны көріп тұрмыз.
егер де бұл жұмыртқаға ешқандай зиян залал келмесе, оның ішінен жанды табиғат балапан өсіп шығады, жарып шығады. Ал егер де біз ол жұмыртқаны жарып, ұясын сындыратын болсақ, біз балапанды, яғни жанды табиғатты өлтіріп алады екенбіз. Ал үшінші суретте тұрған балапан ойыншық бізде балапанның бейнесі бойынша жасалынған зат болғанмен, ол бізде жансыз табиғат болып табылады. Ол ешқандай тіршілік жасап, қозғалып, қоректене алмайды. Жай ғана балапанның пішініне ұқсалып жасалынған зат. Ал келесі суретте біз ағашты көріп тұрмыз. Ағашты өзіміздің пайдамызға асыру мақсатында, отырғыш немесе ұя жасау мақсатында біз кесіп тастайтын болсақ, онда біз ағашты жансыздандырып, өлтіріп тастайды екенбіз. Балақай, есіңде болсын, жанды табиғатты қорғау әрбір адамның борышы, негізгі міндеті. Біз табиғатты қорғап, ондағы жан жануарларды, құстарды аялауымыз керек. Өсімдіктерді жұлмай, керісінше оларды баптап өсіруіміз қажет. Жанды табиғатты біз қорғайтын болсақ, олар да бізге өзінің пайдасын тигізеді. Балақай, біз бүгінгі сабақта жанды табиғаттың өлі табиғатқа айналуы мүмкін деген тақырыпта әңгімені өрбіте алдық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.